Кайырлуу күн, мен Хабибулла Оразбай Рахатұлы, күрес түрлері бойынша Олимпиадалық даярлау орталығының оқу әдістемелік бөлімінің грек-рим күресінен әдіскерімін. Біздің басты мақсатымыз ересектер құрамасына сапалы резерв дайындап, сол мақсатқа жету барысында көптеген жұмыстар атқарылады. Біріншіден, Қазақстан чемпионатының бірінші, екінші, үшінші орын алған спортшыларымызды орталық құрамға қабылдаймыз. Олардың жарыстарда жақсы нәтиже көрсетуін барлық жағдайын жасаймыз. Қажетті дәрумендермен қамтамасыз етеміз. Керек болған жағдайда психолог, дәрігерлеріміз, массаж мамандарын жұмыстарын үйлестіреміз. Жарысқа барарда билеттерін, жататын орындарын, визаларын реттейміз. Аға жаттықтырушылармен бірлесіп, әр спортшыға жеке жоспар әзірлейміз. Халықаралық жарыстарда жақсы нәтиже көрсетуіне атсалысамыз. 2025 жылы жастар құрамасы Қазақстан аумағында 4 оқу-жаттығу жиыны, шетелде 2 оқу-жаттығу жиыны, жасөспірімдер Қазақстан аумағында 5 оқу-жаттығу жиынына қатысты. Нәтижесінде жалпы алғанда жастар мен жасөспірімдер Азия чемпионатында 10 алтын, 7 күміс, 2 қола медаль қоржынға салды. Әлем чемпионатының нәтижесі бойынша 1 алтын, 3 күміс жүлде, 5 қола медаль ие болды. 2026 жылы одан да жақсы нәтижеге жұмыс жасаймыз.